Армысыздар, құрметті көрермендер. Бұл видеода сіздерге қайтарымсыз 5 миллион грантын кімдер ала алады және қалай алуға болады, сол туралы нақты ақпараттармен таныстыратын боламын. Жобаға кімдер қатыса алады? Ашылғанына 3 жылдан аспаған ИП, ТО, КХ иелері қатыса алады. Сонымен қатар осал топтағы кәсіпкерлер, оның ішінде көп балалы аналар, АСП алушылар, асыраушысынан айырылған жандар және бірінші, екінші, үшінші топтағы жұмысқа жарамды жандар. Жобаға қойылатын талаптар: инновациялық бизнес-план, яғни сол өңірде жоқ қызмет түрі немесе өндіріс түрі болуы керек, бастау бизнес-курсының сертификаты, жаңа жұмыс орындарын ашу немесе жұмыспен қамтуды көздеу керек және кепілдік 20%. Жобаға қатысу үшін өтінімді беру кезекте KZ сайты арқылы жүзеге асырылады. Қажетті құжаттар: жеке куәлік, ЭЦП кілт, ИП талоны, бастау бизнес-курсының сертификаты, бизнес-план, салық органдарына қарызы жоқ деген анықтама 30 күнге ғана жарамды, жаңа жұмыс орындарын ашқан жағдайда жұмысқа алатын жұмысшылар туралы анықтама, және де банктен выписка, яғни сіздің счетыңызда 20% кепілдік қаражаттың бар екендігі туралы. Қатаң ескеретін жағдай: ИП талонындағы ОКЭД пен сіздің бизнес-планыңыздағы жазылған көрсетілетін қызмет түрі немесе өндіріс түрі ОКЭД-ге сәйкес болуы керек. Бастау бизнес-курсының сертификатын алу үшін Skyless еңбек KZ сайтына тіркелу арқылы 72 сағаттан тұратын видео сабақтарды оқып, 12 модульдан тұратын тест тапсырмаларын орындау арқылы бастау бизнес-курсының сертификатын алуға болады. Ал бизнес-планның үлгісін алу үшін кәсіпкерлікті қолдау мақсатында ашылған қолдау KZ сайтына кіру арқылы жүктеп алуға болады. Сіздің жобаңыз қорғау барысында 70 балдық шкала арқылы, яғни 70 балдық критерий арқылы бағаланатын болады. Ең басты талаптардың бірі жобаның жаңашылдығы, жобаның әлеуметтік маңыздылығы және де бәсекеге қабілеттілігі. Қорғау барысында өзіңізге берілген регламент ішінде жобаның барлық сипаттамасын таныстырып айтып бересіз. Қайтарымсыз 5 миллион грантын ұтқан жағдайда сізге комиссияның шешімімен 5 миллион гранты тағайындалды деген хабарлама келетін болады. Грантты ұтқан жағдайда қаражат сіздің ИП-іңіздің немесе ТО КХ-ның счетына келіп түсетін болады. Бизнес-планда көрсетілгендей, қаражатты тек қана мақсатты түрде пайдалану керек. Егер де сіз грант қаражатын мақсатсыз пайдаланатын болсаңыз, сізге мемлекетке грант қаражатын қайтару туралы үкім шығарылатын болады. Егер сізге инновациялық бизнес-план мен бастау бизнес-курсының сертификаты қажет болатын болса, сілтеме арқылы Instagram парақшама өтіп, менімен байланысуыңызға болады. Ал 2024 жылға арналған 5 миллион грантына өтінім беру уақытының басталғанын біліп отыру үшін менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Маңызды ақпараттардан хабардар болыңыз.